Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін қазақ тілі сабағы 2 сынып тақырыбы саяжайда 90-91 беттер. Здравствуйте, ребята! Сегодня урок казахского языка, 2 класс, тема урока «На даче». 90 и 91 страницы. Я учитель Майлыбекова Айнагүл Амантайқызы. Мамырдың 16-сы тақырыбы саяжайда. Сөздік жұмысы. 16 мая, тема урока «На даче», словарная работа. Көшет, саженец, жеміс ағаштары, яблоня, саяжай, дача, арамшөп, сарняк. Бірінші тапсырма, тыңда, сұрақтарға жауап бер. Первое тапсырма, слушайте, ответьте на вопросы. Көктем келді, пришла весна. Атам екеуміз саяжайға бардық. Я с дедушкой поехали на дачу. Саяжай қаланың шетінде орналасқан. Дача расположена за городом. Саяжайда адамдар бақша жұмыстарымен айналысады. На даче люди работают. Атам көшет отырғызды. Мой дедушка посадил саженец. Мен көшетті суғардым. Я поливал саженец. Сұрақтар: саяжай қайда орналасқан? Вопросы: где расположена дача? Саяжайда адамдар немен айналысады? На даче люди чем занимаются? Атасы не отырғызды? Что посадил дедушка? Біліп ал. Запоминайте. Қандай? Какой? Не, что? Қашан? Когда? Не істейді? Что делают? Қайда? Где? Екінші тапсырма оқы. Вторая тапсырма читай. Саяжайдағы үйіміз кішкентай. На даче домик маленький. Жеміс ағаштары көп. У нас много яблоней. Көктемде көшет отырғызамыз. Весной мы сажаем саженцы. Анам бақшаның арамшөбін жылады. Моя мама вырывает сорняки. Содан кейін табиғатта демаламыз. Потом мы отдыхаем на природе. Жазда саяжайдың ауасы таза. Летом на даче воздух чистый. Қарамен жазылған сөздерге сұрақ қой. Задайте вопросы к выделенным словам. Не көшет. Что? Саженец. Жылады, не істейді. Что делает? Вырывает. Табиғатта қайда? На природе где? Таким образом мы задаем вопросы к выделенным словам. Үшінші тапсырма айтайық. Сурет бойынша өз ойыңды айт. Третье тапсырма говорим. Ребята, что вы видите по картинам? Составьте
предложение. Балалар өзенде шомылып жүр. Бала демалып отыр. Бала тамақ дайындап жатыр. Өзен суы жылы. Табиғат өте әдемі. Таким образом, мы составляем несколько предложений. Арман демалыс күні саяжайға жаяу барды. Арман выходной день поехал на дачу, конечно, пешком. Онда достарымен кездесті. Там он встречался со своими друзьями. Олар өзенге шомылды. Они купались на речке. Өзеннің терең жеріне барған қауіпті. Очень опасно на речке попасть на глубокое место. Балалар қауіпсіздік ережесін сақтады. Дети сохраняли технику безопасности. Өзен жағасына қоқыс тастауға, оны ластауға болмайды. На берегу речки нельзя оставить мусор. Сұрақтар. Арман демалыс күні қайда барды? Вопросы. Выходной день куда пошел Арман? Арман достарымен не істеді? Что делал Арман с друзьями? Балалар қауіпсіздік ережесін сақтады ма? Дети сохраняли ли технику безопасности? Үйге тапсырма, 4-ші тапсырма, сурет бойынша бірнеше сөйлем құрап жаз. Домашнее задание. 4-я тапсырма. Составьте несколько предложений по картинам. Что вы видите по картинам? Мынау Арман. Арман күшігімен серуенге шықты. Мынау саябақ. Саябақта Арман күшігімен ойнады. Құрметті оқушылар, бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар. Менің каналыма тіркеліп, комментарий жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ребята, сегодняшний наш урок подошел к концу. Спасибо за внимание. До свидания. Не забудьте подписаться на мой канал, оставить комментарий и поставить лайк. Сау болыңыздар. До свидания.